Екінші ендігісінде егер бір апта 10 күннің ішінде протоколмен келіспесеңіз келіспейтін жүргенде оны бар ескертіп қойған. Әкімшілік құқық кодексі бойынша 31-ші бапқа байланысты сертификатын көрсетіп 31-ші бапта не жазылған? Не жазылған 31-ші бапта? Сертификатын көрсету керек. Сертификат ескертпесінде машинаның нөмірі Қазір заты өзімізден бірге алып жүрмейміз. Әдемі, машалла. Әдемі. Техасында отырып, бәрі өз құзыретін орнында. Барлық заң жүзінде істеп жатсыз, дұрыс па? Дұрыс па? Конечно. Былай бастайықшы басында, анау ішкі істер органдары туралы заң бар ғой? 19 баптың 5-ші бөлігіне байланысты. Танысып қойсақ бола ма? Не жөнінде таныстырыңыз? 19 баптың 5-ші бөлігінде жоқ, сіз өзіңіз куәлігіңізді көрсетуге міндетті деп айтылған. Водительге? Жоқ. Водительдің сұраған жағдайда? Жоқ, бұл жол қауіпсіздігі, бұл ЖКЕ-нің бар ғой, 1-7 тармақшасына байланысты. Мен өзіме байланысты сұрап жаттым қазір. Сізге ешқандай көрсетуге міндетті емес. Неге мен заңгер ретінде бұл? Заңгерсіз бола емес, ордеріңіз кел. Керек емес, мен адвокат емес, ордер көрсетеді. Мен адвокат емес, мен заңгермін деп. Тағы біреуді алып келетін жақсы. Заңгермен бізіне. Қараңыз, Қазақстан Республикасы азаматы ретінде, заңгер ретінде мен түсіндіріп жаттым заң саласына байланысты. Бұл көмек сұрады, мен келіп тұрмын. Біз сізге байланысты кедергісіз. Ешқандай көмектес. Заңсыз болып тұрған мына жерде. Сөйлеспеңіздер, жоқ, мына жерде заңсыз болып тұр ғой сіздікі. Ана жерде онымен сөйлеспеңіздер. Заң бойынша қараңыз 31-ші бап ескертпесінде нөмірі барлық маркасы көріну керек деген ғой. Нөмірін көрсетіп беріңізші осы жерде. Арқасынан келгенбіз мұны. Нөмірін. Нөмірін де көрсетіп берейік. Нөмірді көрсетіп берейік. Онда сұрағың бар дұрыс, бірақ нөмірді бәрін көрсетіп берейік. Ауыр сөйлесем режиміңіз. Просто заң жүзінде істеп вас, мен заң жағында айтып жатырмын да. Мен сізге ешқандай түсіндірейін, водительге түсіндірейін. Автокөліктің нөмірін көріп алыңыз. İçinden водительдің түскенінде керек болса, водительдің түскенінде міне. Водительге үшін көрсетілді. Түсінікті ғой? Мына сертификатын көруге бола ма, рұқсат болса? Сертификатын неден аласыздар? Рұқсат болса. Хорошо, ертең сотқа апарасыздар. Жоқ, сіз көрсетсеңізші. Мен көрсете алмаймын. Бұл факт бола алмайды ғой. Ертең сот процесінде сертификатын көрсетілу керек қой. Жоқ, кешіріңіз. Сіз ат жөніңізді таныссақ бола ма, инспектор? Конечно. Ат жөніңізді. 19-ші баптың 5-ші бөлігіне байланысты. 19-ші баптың 5-ші бөлігіне ода жазылмаған. Жазылған. Жазылған. Водитель түсініп алыңыз. Жоқ, бұл жол қауіпсіздігі бойынша 1-7-ге байланысты жазылған. Бұл сұрату бойынша кідіртпей келу көрсетілмеді. Енді мен сізге фиксацияңызды көрсеттім. Қызылға бағдаршамын тиым салған белгісіне. Сертификатын көрсетсеңізші. Келдіңіз дұрыс тақпағасыз. Енді жеке куәлігіңіз сіздің. Егер де автокөлік құжат фиксация бәрі көрсетілді. Егер тағы да құжат көрсетпейтін жағдайда бағынбаушылықпен 613 бап бойынша әкімшілік хаттама толтырылады. Түсінікті ғой, ол бойынша 32 теңге штраф, 50% 70 теңге штраф болады. Түсінікті ғой? Мынандай нәрсені білесіз бе? Қылмыс кодексі. Қылмыс кодексі. Кедергі келтіріп отқан жоқпын. Кедергі келтіру біз қолыңыздан ұстайтын болса, мен қолыңыздан ұстап жатқан жоқпын. Инспектор. Шетке тұрыңыз. Жеке куәлігіңізді алыңыз. Инспектор. Берден бас тартасыз ба? Инспектор. Сізге толық көрсетілді ғой. Сіз сертификатын көрсетпейінше көрсетілді ма сізге? Сертификатыңыз көрсетпейінше ештеңе істей алмайды. Сіз қылмыс жасап тұрғаныңызды білесіз ба? 316 өз өкілетіңіз пайдаланудың. Сіз мына дәлелдемесі 31-ші бап қолданасыз. Сертификатын көрсетіңіз. Сол жерде 803-те де жазылған мысалы жазбаша нысанда болады. Жазбаша нысанда болады. Менің қауіпсіздік белгісін дұрыс тақпаған. Оны да көрсеттім. Басқанда не көрсеттіңіз? Сертификатын көрсетсеңізші. Онсыз болмайды ғой, заңсыз болады ғой. Автокөлік дұрыс тақпаған қауіпсіздік белгісін. Тұр ғой мойында, әдемі тұр ғой. Міне әдемі тұр ғой. Қазір көресіз осын тағы. Сертификатын көрсете аласыз ба? Сертификат көрсетілмейді. Неге көрсетілмейді? Ертең өзіңізге мен соққа алады ғой бұл. Хорошо, ертең сотқа көрсетіледі. Сотта айтып адам бәрі, хорошо. Енді біз сіз хаттама жазып қойдың өзі? Жазылады. 803-ші бапқа байланысты жерде оқып көрсеңіз болады, жазбаша нысанда жазылады деген. Электрондық нұсқада жазылуы мүмкін деп жазылғанда инспектор. Біз жазбаша сұранамыз сізден, талап етеміз. Жазбаша жоқ қазір, электронды бәрі. Біз жазбаша талап етеміз. Сізде жазбаша жоқ. Жазбаша талап етеміз. Көрмеңіз, сағада көрмеңіз. Сізге түсіндіріледі барлығы. Сертификатын көрсетсеңізші осы нәрсе, бұл факт бола алмайды. Қалай тауып отырсыз? Түсінікті ғой. Инспектор. Куәлігіңіз бар ма? Жоқ па? Сертификатын көрсетіңіз.
Sertifikat ko'rsatibdi, aytasiz. Ko'rsatsa siz. Bu memleketning zati. Endi sotga borganingizda bari ko'rsatilayotgan joyda. Hozir ko'rsatdingiz, o'rda yerda Ko'rsatdingiz. Soat qancha bo'ldi? Жұмыс vaqti bor, jabıldi. Jo'q, ko'rsatdingiz. Berasizlar, bermaysiz, so'raysiz, ko'rsatasiz. O'z o'killigingizni asrab foydalanmаңыз, ko'rsatingiz, so'rab жатып talab etib жатырмыз. Bortni talab. Мына Назарбаев көшесі, бұлай Карл Марксқа шығатын жол. Бұлай қайтпас зоопаркке қарай кететін жол. Мемлекеттік борттық нөмірі 848 нөмір. 014717 деген. Жоқ, ременге не қалған дұрыс қой, ол қазір тағылмаған деп жазайын деп отырсың. Вообще тауға болмайды, тағылмаған. Себебін түсіндірді ма? Тоқтатқанда себебін түсіндірді ма? Жол ережесі туралы заң барды 52-ші бап. Тоқтатудың 8 ғана негізі этаптары бар да, соның қайсысын айтты саған? Себептерін айтты ма? Тоқтатқанда себептерін айтты ма, айтпады ма? Сол сұраққа. Яққа сұрақ қойып отырмын мен. Тиым салынған Тоқтатқаннан кейін себебін түсіндіре алдым ма саған? Түсіндірді ма? Не үшін тоқтатқанын? Бірде жеті талаптарын орындады ма? Куәлігін көрсетіп сұрадың ма? куәлігін көрсеткен жоқ. Бір, аха. Автокөлік водительдік көрсет сұрауымен де жаздыңыз. Аха. Сұраса көрсетіледі. Аха. Сұрадыңыз, көрсеттік сізге де. Аха. Жазбаша нысанда жазып берсеңіз сізге. Инспектор, жазбаша нысанда жазып беріңіз, біз талап етеміз осы мәселе бойынша. И сертификатында көрсетпедіңіз. Бұл екі. Ескертіп айтамыз, қылмыс кодексте сондай бап бар, осындай өкілеттілік асыра пайдалану деген. Қорықпа, сертификат көрсетпейінше 31-ші бапта бар, смело андағылай бар. Сертификатын көрсеткен жоқ. Дәлел ретінде. Сізден рұқсат сұрадым мен, видео сұрауға. Болды. Болды. Şöyle ses görmüş bak. Ассалаумағалейкум, құрметті әлеумет, ішкі істер қызметкерлері тоқтата отырып, заңсыз тоқтатып жатыр. Мына жерде біз сертификат және метрологияны сұрау барысында ешқандай көрсетпейміз деп жатыр. Қаншалық заңды, заңсыз білмеймін. Енді әкімшілік құқық кодексінің 31-ші бабына байланысты әрбір іс-әрекет әкімшілік құқық жазылған алдын сертификат метрология көрсету керек деп жазылған. Және де ішкі істер органдарының туралы 19-ші баптың 5-ші бөлігіне байланысты куәлігін көрсет дегенде өз куәлігін көрсетпей жалтаруда. Осыны да ескертеміз, құрметті көрермендер. Және де өз өкілеттілігін асыра пайдаланып жатыр. Сертификатын көрсетіңіз десек, ешқандай сертификатын көрсетіп жатқан жоқ. Және де тек қана хаттама толтыруға берілген планшетпен видеоға түсірген. Және видеоны планшеттен түсірді ма? Ja, болды. Тек хаттама жазу керек қой мен.